Майкл Флинн бейанымесінде Russia Today Русия телеканалындан әлді еткен одынчыларыны қайды етмейіп, қануниетіні боза білген еді. Бұл нәтижені Америка Қошма Штатларының незаретве үкімет ислаты бойынша темселджилері палатасының комитет азалары чықарған. Ознев бетінде Трампның үкіметі бұл меселе бойынша соллерні тақиқат еле оғырашқан органларға еллай. Қайды етті салы күні брифинг девамында Ақ Евнің темселджесі Шон Спайсер. Америка Қошма Штатлары президентінің милли хавсызлық бойынша сабық кенішчесі апрель башында берген бейанымесінде Russia Today телеканалындан $45,000 алғанының қайд еткен еді. Иш бұл ақчаны она 2015 сенесі телеканал тарафындан азарланылған конференциядaki чықышы үшін одегенлер. Сабық забит оларақ. Русия Түркие'ді бір кімседен ақча алмаға ақлыды келеді. Амма ақчаны алғандыр. Ғалиба, ве қанунын бұл кеби бозылуындан сон ақыбетлерінің олмасы зарур.